Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Айгүл Мопақызы және бүгін бізде тақырып самооценка. Қазақ тіліне аударғанда өзін-өзі бағалау деп есептелінеді. Қазіргі таңда көп психологтардың айтатын, қозғайтын тақырыбы осы өзін-өзі бағалау болып табылады. Неліктен? Өйткені біздің жетістікке жетуіміз және өзіміздің орнымызды табуымыз осы самооценкаға тікелей байланысты болады. Самооценка төмен екенін біз қайдан білеміз, иә? Ол ең бірінші сіз өміріңізде не қалайтындығын білмейсіз. Мысалы, кафеге барсаңыз, менюді ұзақ қарап отырасыз да, өзіңізге не керек екенін, не жегіңіз келіп тұрғанын оны түсінбейсіз. Барлық тамақ жеп қояды, сіз әлі сол менюді қарап отырасыз. Немесе барлық жаманды өзіңізге арнайсыз да. Мысалға, 2-3 күн бұрын қалып қойған тамақ, қатқан нан, бәрін мен жей салайын, балдар жақсысын жесін. Жаңағыдай кейбір қыздарда болады, құймақ пісіретте соның күйгендерін өзіне алып қалады да, ал қалған әдемі болып піскендерін, дөңгелек болып піскендерін өзінің отбасына береді. Мысалы, одан да біз жаңағы адамның самооценкасы төмен екендігін байқауымызға болады. Мен көмек сұраған қыздарға мен айтамын, егер сенің самооценкаң төмен болса, сенің Аллаға деген сенімің төмен деп. Себебі неліктен? Біз білуіміз керек, адам, мына мен және сіз, ол идеальны. Шынымен де идеальны. Сіз сияқты ешкім жоқ. Оны ғалымдар сан мың рет уже дәлелдеп тастаған. Өзін-өзі бағаламаудың келесі бір себебі Алланы жақсы танымау. Біз айтамыз, ой, менің шашым бұйра, ана қыздың шашы тіп-тік екен, менің фигурам мынандай, ананың фигурасы андай екен, менің көзім кішкене қиылау деген сияқты. Әркімде әртүрлі себептер болуы мүмкін. Біз ол сөздер арқылы не айтамыз? Аллаға кемшілік айтамыз. Аллахым, сен что-то мені неправильно жаратып қойған сияқтысың, менің көзім кішкене бадырақтау болу керек еді, менің кірпіктерім ұзын болу керек еді, немесе менің фигурам әдемі болу керек еді деген сияқты, менің бойым ұзын болу керек еді деген сияқты Аллаға претензия айтамыз. Ал Алла бізде қандай? Алла кемшіліксіз. Солай ғой, біз осы нәрсені ұғынбаймыз. Яғни Алланың кемшіліксіз екендігін, және Алла жаратқан барлық жаратылыс иесі өзінше әдемі, өзінше керемет екендігін ұмытып кетіп жатамыз. Самооценканың төмен болуының бірден бір себебі ол сіздің балалық шағыңызға тікелей байланысты да болуы мүмкін. Мысалы, мен кішкентай кезімде оңтүстіктен батысқа көшіп келем. Сонда маған айтатын болды, бізде оңтүстікте кет деген сөзді қаш деп айтады да. Мен ары қаш дегенде маған балалар күлетін болды. Қайдан келген, тілі қандай деп те. Маған сол үлкен әсер етті. Мен осы сөздерден кейін балалармен араласуға, танысуға, сөйлесуге кішкене ұялатын болдым. Яғни, уже менде самооценка кішкене былай түсіп кетті. Менің самооценкамның төмен болғанының екінші себебі бұл менің бет-әлпетімде. Алланың жаратып берген осындай әдемі ерекше келбетін мен не істедім? Мен бағалаған жоқпын. Балалар маған айтатын болды, ой, сенің көзің қызық екен, біртүрлі екен, саған қарағанда бір ұйықтап отырған сияқтысың дейтін болды да. Бұдан мен тағы да самооценкам түсіп кетті. Вообще, неге менің көзім осындай? Жұрттардың барлығынікі әдемі, бәрінің көзі сондай керемет. Көрген адамның барлығының көзіне қарайтын болдым мен. Деп, менде осындай көз болса ғой деп. Ал бұл не екен? Бұл Аллаға күпіршіліктің бір түрі екен. Самооценканы көтеру үшін біз ең алдымен өзімізді жақсылап тануымыз керек. Мен кіммін? Мен Алланың құлымын. Мен кіммін? Мен пайғамбардың үмметімін. Мен кіммін? Мен Айгүлмін. Мен кіммін? Осындай керемет қызбын. Мен кіммін? Жаңағыдай коучпын. Мен тағы бірдеңемін деген сияқты. Әр адамның бойында Алла 10-нан астам талант береді екен. Біз сол таланттарымызды да білуіміз керек. Яғни менің қолымнан әдемі видео түсіру керек, немесе менің қолымнан әдемі презентациялар жасау келеді, немесе мен әдемі сурет саламын, мен әдемі киінемін, мен тамақты дәмді дайындаймын деген сияқты өзіңіздің жақсы қабілеттеріңізді білулеріңіз керексіз. Яғни өзіңізді шынайы тануыңыз керексіз. Екінші нәрсе, өзіміздің жаңағы әлсіз тұстарымызды білуіміз керек. Самооценка үшін ол өте маңызды. Мысалы, мен биіктіктен қорқам. Мен иттерден қорқам. Немесе менің әлсіз тұсым, мен адамдардың сөздерін көтере алмаймын. Менің әлсіз тұсым, мен тез жылап қалам деген сияқты. Сіз өзіңіздің әлсіз және мықты тұстарыңызды біліп отыруыңыз керек. Жалпы табу дегенде Шәкәрім атамыздың мына сөзі есімізге түседі. Келдім қайдан, нетсем пайдам, қайда барам, Біз қайдан келдік? Алладан келдік. Енді бізге қалды не істеу? Нетсем пайдам. Біз пайдалы болуымыз керек, адамға пайдалы болуымыз керек. Жалпы адамның осы өмірге келгендегі миссиясы ол Аллаға құлшылық жасау. Аллаға құлшылық дегеніміз ол таңнан кешке дейін намаз оқу емес, ол немесе таңнан кешке дейін ораза ұстау емес. Құлшылық дегеніміз Алланы разы ететін нәрселер жасау.
ол Алла разы болады қашан? Біз туыстық қарым-қатынасып жақсарғанда, біз өзіміздің ісімізді тапқанда, біз елге бір пайдамызды тигізгенде, осындай нәрсені ала отырып, біз не істеуіміз керек? Біз өзімізді табуымыз керек. Мен не істесем, елге пайдам тиеді. Жаңағыда егер мен жақсы видео түсіретін болсам, мен сол арқылы елге пайдамды тигізе аламын, солай ма? Немесе мен жақсы тамақты дайындай алатын болсам, мен сол арқылы да елге пайдамды тигізе аламын. Яғни өзімізді танығаннан кейін кім екенімізді және өзіміздің жақсы және жаман тұстарымызды танығаннан кейін өзімізді табамыз. Өзімізді таныдық, өзімізді таптық, келесі бізге керек нәрсе бұл даму. Яғни алға қарай не істеуіміз керек, қандай мақсат жасауымыз керек, нені оқуымыз керек, нені ізденуіміз керек, кімнен сабақ алуымыз керек, кімді үлгі тұтуымыз керек. Яғни даму дегеніміз ол тек кітап немесе жаңағыдай ақпарат алу емес, адамдармен қарым-қатынас жасау, жақсы орта қалыптастыруда болып табылады. Өзімізде төмен самооценка бар екендігін немесе жоқ екендігін білсек, оның қандай белгілері болатынын білсек, енді осы самооценканы қалай көтереміз? Ең алдымен барлығымыз өзіміздің иманымызды күшейтуге. Ол не деген сөз? Аллаға сенеміз, Алланың бізді жаратқандығына және бізді сүйіп жаратқандығына сенеміз. Самооценкаңызды көтергіңіз келетін болса, сізде қандай кемшіліктер бар, соның барлығын жазыңыз да, соның қасына шешуін жазыңыз. Мысалға, мен толықпын, мен арықтауым керек. Ол үшін маған не істеу керек? Маған спортпен айналысу керек. Немесе тамақты аз жеуім керек деген сияқты. Немесе мен жалқаумын. Не істеуім керек? Мен өзімнің сүйіктісімді тауып, сол арқылы жұмыс жасауым керек. Мен ақшаны аз табам. Яғни сіз не істейсіз? Кемшіліктеріңізді тауып, соны жазып, және оның шешімін жазып, сол шешімді орындауыңыз керек. Және күнделікті біз шүкір айтуды үйренуіміз керек. Шүкір дегеніміз жаңағы Аллаға шүкір болды, альхамдулилля деген сөз емес. Бұл шынайы сезіну, шынайы жақсы көру, шынайы айналаңдағы бақытты сезіну. Біз күнделікті шүкір айтуымыз керек. Су іштім, шүкір, тамақ іштім, шүкір, келдім, жүрдім, аяғым бар, көзім бар, мұрным бар, құлағым бар деген сияқты біз әр дүниемізге, біз байқамайтын нәрселердің барлығына шүкір айтып үйренуіміз керек. Келесі нәрсе бұл білім алу, сүйікті істі табу, сонымен қатар қымбат кафелерге бару. Неліктен? Ол жерде ең біріншісі атмосфера аласыз. Яғни адамдардың сол жердегі қарым-қатынасы қандай, ішке кіргенде қандай сезімде болдыңыз, адамдардың сізге жаңағыдай сервис жасағаны қалай, барлығын көресіз. Сіздің ол жердегі адамдардың ешқандай айырмашылығыңыз жоқ екендігін, барлығының бірдей, бір басы, екі көзі бар екендігін білесіз. Өзіміздің қымбатқа лайық екендігімізді түсінуіміз керек. Сонымен сөзімізді түйіндей келе, мен сізге қандай кеңес беремін? Ең алдымен ешқашан өзіңізді басқа біреумен салыстырмаңыз. Өйткені сіз ерекшесіз, сіз жалғызсыз және өзіңізде сіз ғана барсыз. Келесі, өзіңізді тек кешегі күйіңізбен салыстырыңыз. Кеше мен былай жасап едім, бүгін мынандай жетістікке жеттім деген сияқты өзіңізге қорытынды жасап отырыңыз. Сонымен соңғысы өзіңізге мақсат қойыңыз. Қарапайым самооценканы көтерудің өзі сіз үшін мақсат болу керек. Қазақта әдемі сөз бар. Өзіңді өзің жаттай сыйла, жат жаңынан түңілсін дейді. Сондықтан өзімізді сыйлай білейік, құрметтей білейік, сүйе білейік және бағалай білейік деген келеді. Өзіңізді танып, білімдерімен сусындағыңыз келетін болса, менің арнама тіркеліңіз. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.